Ассаламу алейкум достар, бүгінгі күнімізді әсемдейміз. 27 мамыр аят. Ендеше шексіз ұлылық иесі Раббыңның есімін, яғни оның мінсіз екендігін айтып ұлықта. Хадис. Мұсылманшылық дегеніміз тазалық, адалдық. Таза болыңдар, өткені жәннатқа тазалар ғана кіреді. Дұға. О Алла тағалам, көкірегімді аша көр, істерімді жеңілдете көр. Жүрекке келген күдіктерден, істерімнің сәтсіздігінен және қабір азабынан сақтай көр деп бір өзіңе сыйынамын. Халық даналығы. Таза мінсіз асыл тас соп түбінде жатады. Таза мінсіз асыл сөз ой түбінде жатады. Алла тағаланың көркем есімдерінің бірі